Өгей анам салған із. Мақсат қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны. Отбасында 2 ұл болса, кенжесі осы Мақсат. Әке-шешесі өз қолдарымен тұрғызған баспанасын тастап кетуге қимай, өз еліне оралудан бас тартты. Ал Мақсат болса, өз еліне қоныс аударуға бел байлады. Мақсат жалғыз өзі, келіншегі Айнұр екеуі өз еліне оралып, Алматы қаласына қоныстанады. Өте еңбекқор, тыным таппайтын бұл жас жұбайлар үй алу үшін аянбай еңбек етті. Сол кезде елбасымыз оралман қандастарымызға квота беретін. Алайда сол арзымас ақшаны қалтаға басып қалған алаяқтардың кесірінен қаншама елін, жерін аңсап оралған жандар үй-күйсіз далада қаңғып жүрді. Мақсат пен Айнұрда алданғандардың бірі еді. Тапқан табыстары ішіп-жеу, киім-кешек, пәтердің ақысынан артылмайды. Бір емес бірнеше жерде жұмыс істеп, үй алу үшін еш аянбады. Тіпті бір пәтерде тұрса да, бір-бірін көрмейтін кездерде болушы еді. Өйткені Мақсат түнгі ауысымда да жұмыс істейтін. Алып шақар Алматыда ешбір таныссыз, туысы жоқ болғандықтан қыдырып барар көңіл серіктер ешбір жер жоқ. Екеуі де жұмыстан бас көтере алмайды. Солай күндер өте береді. Бәлкім айтсам өтірік дерсіз, алайда Айнұр бейресми түрде жүктілігінің 9-шы айына дейін тынбай жұмыс істеді. Іші кішкентай болған соң, босанар уақытының жақындаған ешкім аңғарған жоқ. Соған қарамастан ешбір қиындықсыз сүп-сүйкімді қызды дүниеге алып келеді. Есімін әкесі таңдап Шырайлым деп қояды. Өзбекстаннан енесі келіп бірнеше күн қарайласып кетті. Декреттік ақшасы, баласының жәрдемақысы осы күнге дейін жиған тергенінің бәрін жинап, бір бөлмелі пәтерді сатып алды. Бұл әлемде олардан асқан бақытты жан жоқ секілді еді. Алайда не себеп болғаны белгісіз. Шырайлым 2 айлық болған сәтте жұбайлардың арасында қатты жанжал болады. Соншама қиындықтан өтіп, енді ғана бақытқа жеткенде Айнұрдың неге бұлай еткені оқиға барысында айтылатын болады. Мақсат әйелінің артынан іздеп баруды ойына да алмады. Өзбекстаннан анасы Зәуреш келіп, немере қызына күтім жасап жүр. Балам, бұлай болмайды. Бала тым кішкентай. Оған анасының сүті қажет. Сен бармасаң, біз әкең екеуміз келіннің үйіне барайық. Қаншама еңбекпен келген мына үй әйелсіз тоз-тоз болып кетеді. Жоқ, бармаңыздар. Қызымды өзім өсіремін. Оған барушы болмаңыздар. Тым құрса не үшін кеткен айтсаң қайтеді? Туған сәбиін тастап кететіндей. Айнұр безбүйрек емес еді ғой. Егер мен адам танитын болсам, ол мұндай іске бекерден бекер баратын адам емес. Не болғанын айтсаңшы. Мама, жетер енді. Егер қызыма қарауға қиналып жүрсеңіз, еліңізге кете беріңіз. Қызыма өзім қараймын. Сен қашан бұлай өзгеріп кеткенсің? Анаңа солай дөрекі сөйлеуге ұялмайсың ба? Сен үшін әкеңді, жылы төсегімді тастап, шекара асып келгендегі естіген алғысым осы ма? Қайырымсыз, надан болыпсың. Міне қызың. Ал кәне, қара. Мама, мен негізі... Зәуреш ұлының сөзіне құлақ аспай, түс ауа үйден шығып кетті. Шекарадан асып түннің бір уақытында үйіне келді. Әйелінің түнделетіп жүргеніне жолдасқан таңданып қалды. Әй, Зәуреш, неге түнделетіп жүрсің? Не болды саған? Ана балаң әйелі кеткен соң жындануға шақ қалыпты. Келінді қайтармасақ болмайды.
Сені үйден қуып шықты ма? Ана балаң әйелі кеткен соң жындануға шақ қалыпты. Келінді қайтармасақ болмайды. Сені үйден қуып шықты ма? Қуған жоқ. Оның әбіржулі түрін қызына қараған сайын кезіндегі өкінішін көруге жүрегім шыдамады. Келінге не істегенін айтпайды. Біз араласпасақ бұл мәселе шешілмейді. Балаңның өзі не деп отыр? Келінмен бірге жасаймын деді ме? Жасамай қайда барады? Таңертең келіннің үйіне барайық. Құда-құдағидың алдынан өтіп, келінді баламен табыстайық. Келін байқұс сондай тәрбиелі жан. Оның бұл ісінің себебін еш түсіне алар емеспін. Жолдасқан мен Зәуреш келіндерін алып қайтатындарына сенімді болып құда-құдағиының үйіне барады. Алайда құдалары құшақ жая қарсы алмайды. Ұлдарының не бүлдіргенін естігенде ұяттан кірерге тесік таппады. Әкесі, сен де түсінсеңші, енді ол жалғыз өзі қайтсын байқұс. Мені жібер дедім, жібермедің. Жаңа туылған қыз балаға қарау оңай деймісің? Оны жақтаушы болма. Мен оны осылай әр қатынның етегінен ұстап кетсін деп өсірдім бе? Тым құрса алдыма келіп, бір ауыз рұқсат сұраса қайтер еді? Ол тайраңдап жүреді екен. Ал біз мұнда оның кесірінен ұяттан жерге кірердей болып жүреді екенбіз ғой. Солай ма? Ақыры біздің керек етпейді. Өзім шешім қабылдап, өзіммен өзім өмір сүрген екен. Демек, менің де ондай балам жоқ. Бұдан былай бірде біреуің оның атында атаушы болмаңдар. Жолдасқан осылай өз шешімін айтты. Оның екі сөйлемейтін, алған бетінен қайтпайтынын бәрі жақсы біледі. Зәуреш ұлының жолына телміріп, күн өткізіп, сары уайымға салынып жүр. Ана жүрегі баласы үшін шырпыр болып, жанын қоярға жай таппай жүр. Ауылдың бәрі түгел Мақсаттың туған еліне барып, мүлдем басқа адамға айналғанын айтып өсе кетуде. Бұл сөздер Жолдасқанның баласына деген ашу-ызасын одан сайын қоздыра түсуде. Осылайша әке-шеше мен туған перзенттің жолы екіге айырылды. Гүлмира туған анасы бас тартқан шырайлым қызға жақсы күтім жасап жүрді. Мақсаттың қызына қарауға шамасы жоқ. Бірнеше жерде жұмыс істеп жүр. Осылай жылдар өте шықты. Шырайлым 3 жастан асты. Тілі тәтті, өте сүйкімді қыз болып өсіп келеді. Өзі тынымсыз, әр нәрсені бір сұрап, екеуі таңнан кешке дейін 4 қабырғаның ішінен шықпайды. Гүлмира асыранды. Қызын сыртқа алып шығудан үнемі қашқақтап жүреді. Шырайлым тынымсыздығынан 4-5 жасқа жеткенше талай отқа күйіп суға батты. 5 жасқа толса да тілінде кемістік бар. Тым тұйық болып, үнемі 2 қолмен құлағын жауып отыратын әдет шығарды. Ал Мақсаттың ештеңемен шаруасы жоқ. Тек ақша тауып, әйел мен қызын керек жарағымен қамтамасыз етіп жүргеніне шүкір етіп күн өтуде. Жұмыстан шаршап, сілесі қатып келеді. Әкесін көрген бойда алдынан жүгіре шығып, мойнына асылып, қатты құшақтаған қызына көңіл бөлетін әке жоқ. Керісінше үнемі кеудесінен итеріп жібереді. Міне, тағы да бүгін Мақсат кірген бойда Шырайлым алдында жүгіре шығып мойнына асылады. Қатты құшақтағаны сонша, тіпті әкесін тұншықтыра жаздады. Қызым, сенің мұның не? Шырайлым, кел қызым, маған келе ғой,
әкең жұмыстан шаршап келді. Кәне, маған келші, сені өзім көтеремін. Әке, шырайлым қызым, қырсықпа. Гүлмира өгей қызын әкесінің күшпен әрең ажыратып алды. Балалар бөлмесіне апарып біраз уақыт ойнаттым. Жуынып шайынып болған күйеуіне ас ауқатын берді. Күндер осылай өте берді. Әке мен қызының арасы тым суық. Гүлмира екеуінің бірге уақыт өткізуіне үнемі кедергі келтіріп, түрлі сылтау іздеп табатынды шығарды. Шырайлым 7 жасқа толып, мектепке бара бастады. Үнемі Гүлмира оны ертіп жүретін. Оңы мен солын ажыратып, есін білген қыз өзінің туған анасын санап, айтқан екетпей орындап жүрген әйелдің өгей ана екенін білді. Бірге оқитын сыныптастары мазақ етіп, сен тастандысың, сені анаң тастап кеткен, демегенде тіпті білмей жүруші еді. Сол күні қыз байғұстың жүрегіне қандай салмақ түскенін кім білсін. Сол күні оны мектептен алып кетуге Гүлмира келген болатын. Бірақ оны мектептен таба алмады. Мұғалімі оның әлде қашан кетіп қалғанын айтты. Гүлмира есі шыға жаздап бүкіл жерден іздей бастады. Жүгіре жүріп, көшелерді аралап қызын таптау әйтеуір. Қызын сүйрелеп дереу үйіне қарай бет алды. Қыз байғұс шырылдап жылап келеді. Үйіне кіргізген бойда қызын төмпештеп ұра бастады. Сен менен қашып кетпек болдың ба? Жібер мені. Сен менің анам емессің. Мен сені тыңдамаймын. Солай де, ендеше мен кіммін сонда? Менің анам неге жаман? Ол мені неге қинай береді деп жүрсем, сен мені тумаған екенсің ғой. Мен сені жек көрем. Мен саған, мені жақсы көр дедім бе? Сені туған анаң керек етпегенде мен сені неге керек етуім керек еді? Сен ешкімге керегі жоқ, сұрауы жоқ бейшарасың. Әкем мені жақсы көреді. Әкем осыдан келсін, мен бәрін айтып беремін. Айтсаң, көресің. Мен сенің өз ажалыңмен өлгенді қалап едім. Бірақ айтар болсаң, ажалың менен болады. Бәрібір айтамын. Гүлмира өзінің не істеп, не қойып жатқанын сезіне алар емес. Ақылынан адасқан адам секілді. Газды жағып бауырсақ пісіретін ыдысына май құйып отқа қойды. Бір қолымен қыздың қолын қысып ұстап алған. Шырылдап көмек сұрап жылаған қыздың даусын еститін тірі жан жоқ. Ешбір аяусыз қызып тұрған майды қыздың иығынан бастап құйып жіберді. Сол кездегі бұл кішкентай қыздың қалай қиналғанын көз алдыма елестетсем, жүрегім тарсылдап аузыма тығылады. Артынша жанашыр ананың кепіне еніп, қызға көмек көрсетіп, неше түрлі жақпа майлар жағып, әуре сарсаңға салынады. Күйген жарасын танып, ұйықтататын дәрі беріп, мақсат келгенше ұйықтатып тастады. Мақсат жұмыстан келген бойда бет-аузы ісіп кеткен әйелін көріп, зәресі қалмады. Гүлмира, саған не болған? Сен жылағансың ба? Мақсат, кешірші мені. Не болғанын айтсаңшы. Мен Шырайламға бауырсақ пісіріп жатқанмын. Мен де көмектесем деп қоймаған соң рұқсат беріп едім. Содан ол ыстық майды үстіне аударып алды. Не дейсің? Қатты күйді ме? Иә, кешірші мені. Мен саған не айттым? Мен саған тек қызыма қарасаң болды дедім емес пе? Осы күнге дейін қызым не көрмеді? Біресе жоғарыдан құлады, біресе суға тұншықты. Енді міне майға күйді.
бір балаға дұрыстап қарай алмайтын неткен адамсың. Мақсат әйеліне әбден ұрсып, ұйықтап жатқан қызынан кешірім сұрап, бір жылап алды. Оның осылай қорлық көріп жүргеніне өзін кінәлі сезініп, айыбын өтеуге кірісті. Жұмысынан сұранып бірнеше күн бойы қызына уақытылы тамағын берді. Әбден шошып қалған қыз әкесіне тек өлім жайлы сұрақ қоя бастады. «Әке, адам өлген соң не істейді? Өлген адам қайда? Қайтып бұл өмірге келеді ме? Өлген соң сөйлей алады ма?» Осы сынды сұрақтар қоя берді. Мақсат қанша рет не үшін бұлай сұрай беретін білуге тырысса да, Шырайлым үн қатпады. Қызмен өткен әр сағаты оның күмәнін арттыра түсуде. Бірнеше күнге әйелін төркініне жібереді. Қызын езіп, шомылдырып жатқанда денесінің сау жері қалмағын байқап, ашу ызадан жарыла жаздады. Басын қабырғаға соғып, бар даусымен айқайлады. Қызын құшақтай отырып, еңіреп жылады. «Қызым, кешірші мені, құлыным, кешірші. Сенің осыншама азабыңды көрмей, соқыр болып келгеніме кешірші. Маған бәрін айтшы қызым, ол саған не істеді? Әке, ол мені өлтіретінін айтқан. Саған ештеңе айтқым келмейді». Шырайлым осы күнге дейін басынан кешкен азаптардың есінде қалғанын ғайна айтып берді. Мақсат қызын құшақтап, өкіріп жылап алды. Өзінің нәпсі құмарлығының кесірінен қызының жапа шеккеніне төзе алмады. Өткен өмірі көз алдында таспа секілді тізіліп өте берді. Айнұр екеуі үй алу үшін күндіз-түні жұмыс істеп жүрген кез. Тіпті екеуі бірін-бірі көрмейтін күндерде болатын. Өз баспаналарында бақытты болуды армандаушы еді. Алайда Мақсат өз нәпсісін тежей алмады. Жаңа үйленген жас жігіт әйелімен бірнеше күн бір төсекте жатпағандықтан құмары қысып, жез-өкшелерге баруды әдетке айналдырады. Әрине, мұны әйелінен жасыру үшін барын салып жүрді. Құрсағындағы жүктілігінің соңғы айына жетсе де, Айнұр жұмыс басты болып, емханаға еш уақытта бармайтын. Ешбір сараптаманы дұрыс тапсырған емес. Сәбиі шатына тығылып жүргенде де, ертең перзентханаға кіргізбей қояды деп, медбикелер Мақсат екеуін күштеп ВИЧ-ке сараптама тапсырды. Араға 2 күн салып, Айнұр қызы Шырайлымды босанып, бақыттан балбұл жайнап жүрді. 40-нан шыққан соң қызын тексертуге емханаға барғанда, Мақсаттың сараптамасы ВИЧ-тің оң нәтижесін көрсеткен, және де бұл ауру қызымен өзіне де жұққан болуы мүмкін екен ескертіп, қайта сараптамадан өтуін сұрайды. Міне сол сәтте шындықтың беті ашылып, Мақсат өз аузымен жез-өкшелерге баратынын мойындап, әйелінен кешірім сұрайды. Алайда Айнұр күйеуін кешіре алмай, маған ауру күйеумен қыздың қажеті жоқ деп, екеуінен де бас тартып кетіп қалады. Өйткені медбикелер түймедейді түйедей етіп, медицинадан еш хабары жоқ жас ананы әбден шошытқан болатын. Өмір бойы ауру адамға қараймын деп қорықса керек, Айнұр бірден қаша қалды. Кейіннен сараптама нәтижесі Шырайлымда ешбір ВИЧ-тің жоқ екенін көрсетті. Бірақ күйеуінің опасыздығын кешіре алмады. Мақсат Гүлмираны әйел етіп алған жоқ. Әу баста екеуінің арасында келісім болды.
оның міндеті тек Шырайлымға қарау ғана болатын. Гүлмираның кішкентай қызға неге мұншама қатыгездік көрсеткенін ол түсіне алмады. Оны іздеп барып үйінен таба алмады. Үстінен арыз жазған мен еш нәтиже болмады. Қанша талпынса да таба алар емес. Бұл оқиғадан хабардар болған жолдасқан ақыры әйелін ұлының қасына жіберді. Зәуреш немере қызының аянышты түрін көріп, көз жасын бір сығып алды. Біраз уақыт көмектесіп, ауылдан Мақсатқа лайық жар тапқан естіген бойда ұлын әзер көндіріп Өзбекстанға алып кетті. Сол жақта Мақсатты үйлендіріп, шариғат бойынша неке қидырып, жас жұбайларды Қазақстанға қайта жіберді. Алғашында тек қызына ана керек болған соң ғана үйленуге келіскен болатын. Иманы мен ақылы көркіне сай Сәлима әке мен қызының жүрегінен орын ала білді. Алайда Шырайлымның қолындағы өгей анасы салған із мәңгілікке қалып қоя берді.